Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше сникерс пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып мені қолдап кетіңіздер. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен қантымызды саламыз. Және венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше. Сары майымызды ертіп аламыз. Қатты ертпейміз. Сары майымызды салып, тағы да венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, електен өткізілген какаомызды және разрыхителімізді, яғни қопсытқышымызды салып, тағы да венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ең соңында електен өткізілген ұнымызды саламыз. Және ұнды салғаннан кейін қолымыздың көмегімен осылай жұмсақ, жылтыр, нәзік қамыр илеп шығатын боламыз. Үй жағдайында жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай пирогтардың бірі. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Осылай бізде жұмсақ, жылтыр қамыр пайда болу қажет. Келесі кезекте осыны мұздатқышқа саламыз. Салмамыз дайын болғанша. Келесі кезекте пирогымыздың ортасына салатын салмамызды дайындаймыз. Творогты блендерден өткізген жақсы. Менде блендер болмағандықтан осылай арнайы ертілген творог сатып алдым. Және үстінен қаймағымызды саламыз. Және қантымызды саламыз. Барлық заттардың өлшемі видеоның астында описаниеде жазылып тұр. Сол өлшемдер бойынша жасасаңыздар, тура осындай пирог шығады. Барлығын салғаннан кейін осылай силикон таяқшаның көмегімен араластырып аламыз. Және үстінен бір жұмыртқамызды саламыз. Тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Үстінен кукурузник крахмалымызды саламыз. Кукурузник крахмал не үшін десеңіздер, ол пирогымыз піскенде сыңғыш болып келмейді. Сол үшін саламыз кукурузник крахмал. Міне біздің салмамыз дайын болды. Осындай әдемі. Салма дайын болды. Келесі кезекте 20 сантиметрлік форма. Менде жаңағы қамырымызды мұздатқыштан шығарып, осылай қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Осылай барлық жеріне жеткізіп жайып шығамыз. 10-15 минутты алады бұл пирог. Қонақ келген кезде тез жасап жіберсеңіздер болады. Міне осындай форма дайындаймыз және вилкамен астынан тесіп шығамыз. Қамырымыздың асты көтеріліп кетпеу үшін. Менің жолдасыма, балаларыма өте қатты ұнады. Сникерстің дәміне ұқсайды. Тәттен жақсы көрсеңіздер, осы пирогты жасасаңыздар болады. Дайын болған салмамызды енді қамырымыздың үстіне құйып шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырамыз. 180 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Осылай салмамызды дайындап алдық. Мен төбесіндегі артық қамырларды кесіп шығамын. Салмамен оның қамыры бірдей болып шығу үшін осылай кесіп шықтым жан-жағын. Енді пешке жібереміз. Келесі кезекте біз
бетіне құйылатын ореховый массамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки, орех и шоколад керек, молочный шоколад. Ең алдымен ыдысымызға, құрғақ таза ыдысымызға сливкимізді құйып, оны газдың астына жылытамыз, қайнатпаймыз. Жылытамыз және оның үстіне шоколадымызды салып, осылай ерігенше, жақсылап бір қалыпқа келгенше қолымыздың көмегімен осылай жақсылап араластырып шығамыз. Міне біздің шоколадымыз еріп шықты. Келесі кезекте орехымызды саламыз. Міне осылай бізде бетіне құятын массамыз дайын болды. Осындай өте керемет болады. Қазір ыстық болғаннан кейін кішкене сұйықтау болып тұр. Суығанша осыны қалдырамыз. Бөлме температурасында кішкене қоюланады. Бізде пирогымыз пісіп шықты. Келесі кезекте жаңағы дайын болған ореховый массамызды бетіне құятын боламыз. Байқасаңыздар, жаңағыдан кішкене қоюланған. Бөлме температурасында қалдырсаңыздар, осылай кішкене қоюланады. Осылай барлық жеріне тигізіп, жағып шығамыз. Міне біздің сникерс пирогымыз дайын болды. Үй жағдайында, қонақ келгенде аяқ асты жасасаңыздар, өте керемет, дәмі ерекше пирогтардың бірі. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдау білдіреміз. Ас болсын, сау болыңыздар.